Айтайын десем жұртқа таба болудан, айтпайын десем іште езіліп ауру табатын түрім бар. Сондықтан мен сырымды өздеріңізбен бөлісіп, аздаған ақыл-кеңес болса да қолдау күтемін. Жалғыз қызым бар. Қыздан жалғызы демесем, соңынан ерген екіншісі бар. Бауырсыз емес. Алланың берген осы 3 перзентіне риза болып, осы балаларымның өмірін берсін деп тілеуін тілеп жүрген аналардың бірімін. Балаларымның бақытты өмір сүргенін көрсем, мен де одан артық бақыт жоқ деп есептеймін. Анасының ізімен жүріп келе жатқан жалғыз қызымның отбасының шырқы бұзылғаны үшін қатты қапаланамын. Бір-бірін ұнатып, отбасылық өмірді жаңадан бастаған жас отбасыға қолдау білдіріп, қолтығынан демеп жіберудің орнына арзымайтын арадағы құдалықты жүретін кейітке бола жастардың отбасын бұзуына түрткі болған үшін ренішім бар. Қызым 21 жасында өзінің таңдаған жігітіне тұрмысқа шығатынын айтты. Енді бұрынғыдай алып қашып үйлену қазір азайған ғой. Тұла бойы тұңғышым болған соң, әрине, қызымның қалауы ұзату той жасап шығарып салу болған соң ол арманын орындадық. Құдалар жақ қызыма сырға салуға келіп сол кезде танысқан болатынбыз. Күйеу баламды да алғаш көргенде көңілім жылып қызымды бақытты ете алатынына еш күмәнім болмаған болатын. Бірақ құдағиымның тәкаппарлығы, аздап кісіні менсінбеушілігі дейміз бе, әйтеуір өзін өзгелерден жоғары санағаны ұнамаған болатын. Қызым енесінің көңілін таба алса болғаны деп уайымдап қалғаным да рас. Қызым қалап тұрған соң жолына тосқауыл болмай, ұзатып, ақ батамызды беріп шығарып салдық. Құдалығымыз ойдағыдай өтті. Кәде сыйларын да көңіліміздей етіп жасап, күтулері де керемет болған еді. Қызымызды ұзатуға барымызша шашылғанымызбен, бір жылдан соң бесігін апаратын кезде аздап қаржыдан қиналып қалған болатынмын. 2 студент баланы оқыту, үлкен ұлымды үйлендіру барлығы қабат келген кезде кәдімгідей жүк болды мен үшін. Сондықтан шама-шарқымша ағайын туыс бар ортадан жиналып қызымның баласына, яғни тұңғыш жиенімізге бесік жабдығын алып бардық. Рәсімдерінің барлығын жасап ойымыздағыдай күтіп алды бұл жолда. Менің де көңілім орнына түсіп, бір қызымның алдындағы ата-аналық міндетімнен құтылдым деп отырғанымда, қызым жылап қоңырау шалды. Енем мен оның сіңлілері сіздің жасаған сыйлықтарыңызға риза болмапты. Әкелген алтыны қолыма тақпай жатып майысып қалды деп жатыр. Баланың да бұйымдары арзан деп мені үйден қумақшы, не істеймін, деді. Күйеу бала бұл кезде жұмыста болған. Ол келген соң мәселе тіпті ушығып, соңында қатты сөздер айтылып, құдағиым қызымды әкеліп тастады үйге. Оған бірдеңе айтып түсіндірудің өзі қиын. Уақыт өте ашуы тарқап, өз қателігін түсінер деген құдағиым сол бойы төбесін көрсетпеді. Менің қызымның жазығы не, баланың обалынан да қорықпағаны ғой сонда.